Саламатсыздар ма? Бүгінгі видеода біз осындай шиені қысқа мұздатамыз. Әртүрлі жолы бар. Мен осылай өзім әдісіме сіздермен бөлісемін. Алдымен шиемізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Және ішіндегі дәнін шығарып тастаймыз. Дәннен тазалап болды, әдемілеп. Енді бір рет істетілетін, тағамға істетілетін контейнерлерді аламыз. Мен контейнеріме негізінде жарты килограмм салмақты жарты кило зат кетеді ішіне. Асты жағына осылай шиені бір қатар етіп теріп, үстінен қант ұнтағын себемін. Қаласаңыздар құмшекер қоссаңыздар да болады. Бірақ осыдан қант ұнтағымен дәмі өте әдемі болып тұрады. Міне сыртынан тағы да бір қатар шие теріп, тағы қант ұнтағы, кейіннен тағы шие және сыртынан қант ұнтағын себесіздер. Сонда қыста ашып, торт, чизкейк, немесе пирожный ішіне салған кезде қатты қышқыл болмай тұрады. Міне сыртынан қақпағын жауып нығыздап жабамыз. Шетке алып тұрып, екінші вариантын көрсетемін. Бұл кәдімгі қарапайым, тек өзін мұздатамыз, құм шекерсіз, қант ұнтағысыз. Бұнда реттеп салып алып, сыртынан қақпағын жақсылап нығыздап салдық. Әрбір контейнерімді өлшеп көрдім. 660 грамм шықты бір контейнердің өзі. Қант ұнтағысыз. Екінші қант ұнтағы салынған контейнер 665 граммға жақын болып шықты. Міне осылай. Қалған шиеміз, үшіншісі, кәдімгідей шиені салып, суымен бірге мұздатамыз. Қант ұнтағын көбірек салдым, себебі су шыққан қышқылдау болады шамалы. Дәмі өте әдемі, дәмі керемет болып тұрады. Қант ұнтағы қалғанда салып жібердік. Сыртынан қақпағында бұнда нығыздап саламыз. Міне жалпы мұздатылған массамыз шықты. Кейіннен осындай әрбір контейнерді целлофановый пакетке салып шықтым. Негізі өзінің герметик пакеттері болады, менде болмай қалды. Сондықтан әрбірін целлофан пакетке салып, жақсылап орап салдық. Енді бұл контейнерлерімізді мұздататын камерамызда сақтаймыз. Менің тағы да бір қарапайым жолы бар. Бұл дәніммен бірге қосып мұздатып сақтау. Бұл да әдіс өте жақсы. Кәдімгідей бұны қыстың күні компот, немесе пирожный, торттарға да бұны салып істетесіздер. Міне осылай қарапайым жолдары бар. Видео ұнаған болса лайк басып арнама жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған Диана, сау болыңыздар.